Маңғыстау, батыс Қазақстандағы жағасын Каспий теңізі шайып жатқан түбек. Оның таңғажайып табиғаты миллион жыл бұрын тасыған ежелгі Тетис мұхитының әсерімен қалыптасқан. Тұз байыр. Бұл жерде үстірт шоқысы балшық әктас сатылар каскадымен жарылады. Олардың негізінде ауқымды сортаң жатыр. Жаңбыр жауған кездері ол суға толып, аспан көрінетін айнаға айналады. Үстірт шоқысының батыс шетінде Боз жыра шатқалы бар. Ол Маңғыстаудағы ең әдемі шатқалдардың бірі саналады. Боз жыраның жоғары көтерілген шатқалдары басқа планеталардағы шөлді алқаптар туралы фильмдердің декорациясына ұқсайды. Қапамсай құзының күміс түсті, сарғыш және ақ түсті қабырғалары 70 метр биіктікке жетеді. Кеуіп қалған арнаның түбінде бірнеше ғасырлық ағаштары бар жасыл тоғай орналасқан. Айрақты Шоманай тауларынан қорған қабырғаларын, қамалдар мен тас сарайларының қирандыларын көруге болады. Бір кездері бұл құздардың шыңдары ежелгі теңіз суларынан шығып тұрған аралдар болған. Маңғыстаудың бір құпиясы Торыш тас шарларының алқабы. Ғалымдар олардың қайдан пайда болғандығын түсіндіре алмай келеді. Тамшалы биосфералық қорығы өзінің сарқырамасымен және суы тұзды көлмен әйгілі. Бұл жерде құздан құлаған тамшылардың дыбысы естіліп тұрады. Маңғыстау бұл нағыз ашық аспан астындағы мұражай. Мұнда 362 әулие бар. Маңғыстаудың сәулет құрылыс өнерінің ғажайып туындысы ретінде жер асты мешіттерін атауға болады. Олар Шақпақ ата, Сұлтан Әпек құздарының сілемдерінде қашалған. Киелі жердің бірі жығылған, мұнда жердің өзі құлаған. Аяқ астындағы тастар үлкен тостаққа уатылған печеньені еске түсіреді. Жер астына кеткен тас үйінділерінің мөлшері 5 қабатты үйге жетеді. Бұл жарылған әк тас плиталарының үйінділері. Бұл жерден ежелгі қамалдардың қирандылары мен жартастағы суреттер табылған. Маңғыстау өлкесінің жазықтарында тарихи және табиғи ескерткіштер өте көп. Бұл аймақ өзінің ландшафттарына лайық бағасын беретін зерттеушілерін күтуде.